Има романтик то братан да. Жалмауыз отыршы, сенбес пе ұрып отқан осыны? Қаттыр жүрген ғой. Обал жоқ, бай жоқ қатынға кетіп не болсын да. Ұнамайды үйге келгенде бар ғой. Сен болды. Так, саламатсыздар ма? Балаңыздың шаруасы шешілді. Шешілді ма? Иә, заявлениесін алып қояттым, міне. Болды. Бірақ ескертетін бір нәрсе бар. Так, апа, балаңыз бірақ енді дәл осы нәрсені қайталайтын болса, сотталады. Сотталасың сен, түсіндің бе? Ананы ұрсам қайтадан сотталады Иттің сонда. баласы ғана отырш. Енді бірдеңе бүдірсең сотталасың дейді саған. Естіп отырсың ба? Сотталасың. Бір кабинетте отыр, естіп отырмын. Иә, иттің баласы ғана жағаласпай отырш. Қоя қойшы. Рахмет балам енді саған. Рахмет маған айтпайсыз, рахметім мына кісіге айтасыз. Неге айтады мына кісіге? Бай жоқ қатынға келген адам бар. Қыз жапшы өзіңді. Жүрші. Темекі бар ма? Жоқ. Әлі темекі алған жоқсың ба? Жүр. Рахмет енді ержан. Арызыңды қайтып алыпсың әйтеуір. Арызыңды алғаның үшін рахметтен артық саған айтарым жоқ енді. Айла, бәрі сен үшін ғой. Мына хулиган балаң ертең бір күн сотталып тынады. Мына хулиган баланың кесірінен қазірдің өзінде көріп отырмын, сен ауырып жүрсің. Бір күні өліп тынасың мына хулиган баладан. Сен былай жаса, сен бұл баланы таста. Ол өзінің өмірін сүреді жүргеннен кейін. Сен менімен жүр. Екеуміз басқа қалаға барып тұрайық. Керек болса шетелге көшіп кетейік. Мына баланы таста, кім тастамай жатыр ка баласын? Бәрі де лақтырып кетіп отқан жоқ па? Болдың ба айтып? Шарамига, енді мені тыңда. Кім баласын тастамай жатыр дейсің? Мен баласын тастап кететін санасы төмен ана емеспін. Клубта жүріп көтеріп қойған жоқпын оны, далаға тастап кететіндей. Бұзық болсын, түбінде мені соттатып кетсін, мен осы балам үшін соңына дейін барам. Сен басында танысқан кезде не қою жігіт деп ойлап едің? Қателескен екем. Енді маған хабарласушы болма. Арыз алған үшін рахмет. Бағила, мен айтайын Қой жоқ бұл, давай. Қоя қойшы. Түбіме жетіп болады шығарсың, сен иттің баласы. Қоя қойшы. Ұнамайды сол бар ғой. Вообще үйге келгенде ұнамайды түрі нәп-нәм. Не ұнамайды саған тағы, не ұнамайды? Продажа лицемерлер ұнамайды. Сөзінде тұратын ерлер ұнамайды. Жалмауыз, тұрмайтын шығар. Белакурдың ән айтып ғой маған. Кірш бол тез. Қоя қойшы балам. Кір бол. Байдан өлген адам құса ба? Албас, иттің баласы ғана тек жеу ғой білетіні. Мен қай жерде қателестім екен сен, а? Қай жерде? Ана сен ыңғайлап дүниеге келген кезде, мусордың қасына тастап кетуің керек еді сені. Или детдомға ма апарып тастауым керек еді мен сені бар ғой. Содан басым істемей қалды ау деймін мені. Или қазір апарып тастасам ба екен детдомға сені. Білем ғой адресті, мен қайтып келемін ғой по-любому. Мысық құсатып бүйтіп көзіңді байлап апарып тастау керек та сені. Ақтаудың ішінде ме ол? Ақтауда, иә. Шешем ғой по-любому көзімді білем ғой үйде, жатқа білем ғой. Албас тек десем, мәде отырудан басқа не білесің сен? Жалмауыз. Жей бермеш, ана пішінен жей бермеш, салып қой. Жеткізу керек. О, албасты. Жұрттың баласы құса ба? Қашан сен өйстіп жүре бересің ба сонда? Әй, бір қуанту, ананың разылығын алу, Меккеге апару дейтін сен ойыңда бар ма? Бара бершеші Меккеге, прямой трейл көп қой қазір. О, албасты, 3 рет арқалап апару керек анаңды дейтін бар. Белім ауырады мен құш. О, жалмауыз ғана. Сен мені қуанту дейтін сен миыңда жоқ шығар. Мына миың бар ғой, сен дым, нөл шығар сен миың бар ғой. Білмеймін, жұрттың балалары қалай тым жақсы қылып туа қояды. Мамасы ойбай, бірдеңе деп әлпештеп алақанына салып жүреді. Тойын жасап беріп атады әйтеуір. Сен бір маған 50 жасым тойында жасап бере алмайсың сен. Налған баласың сен, Әй, сен мен болды, мен шаршадым. Дым да істемеймін, болды, үйде жатам. Жұмыс та істемеймін. Тым жақсы жұмысынан айырып отырсың осы отқанда. Болды. Отырам мен. Екі жақты сен анада, мен мына жақта өйстіп, әркім өз тамағын өзі пісіріп жейді. Сөйтіп жүрейік болды. Сол шығар саған керегі. Қояшы, өмір міндетсінесін деп тұрсың бар ғой. Жалмауыз ғана. Маған қарап мінезін көрсетпеші. Көрсетпесең көрсетпе. Бергере итті. Алло, Алтынай қалайсыңдар?
алдында бір жұмыс бар бірдеңе деп сөйлеп жатыр едім ғой. Кафеде деп па. Адам алдыңдар ма? Жоқ, жұмысым бар ғой, просто екінші жұмыс қарап жатыр едім ғой. Иә, давай, жақсы. Қалайсыңдар? Жақсысыңдар ма? Қой, үйдеміз бүгін, иә. Жұмыста демалыс. Сен алдында бір мұғалім қыз бар, тұрмысқа шықпаған деп сөйлеп жатыр едім ғой, бойдақ деп. Сол мен Нұртайыма сөйлессе қалай болады екен? Мына бала түбіме жетіп өлтіретін болды мені. Кезінде әкесі өлтіре ма деп едім, ол менен бұрын өліп қалды ғой. Артынан біреуін қалдырды әйтеуір. Сонымен жағаласып жүрген, сол үйлендіріп тыныштандырам ба деп ойлап едім ғой. Қалай болар екен сол? Сөйлесіп жүрген біреуім бар деді ма? Қасқа бізге келгенде сөйте қалады ғой бәрі енді. Жақсы я, давай онда. Хабарласармыз, соны айтайын деп едім ғой. Салтанат, не хабар? Не, шуба алмайсыңдар ма? Тек көп киілмеген, бірінші серияда бір киілім болды. 250-ге алдым ғой енді. Саған 100-ге берсем ба деп ойлап отырмын. Жоқ па? Жақсы, я, давай. Жұмагүл, бір қарызға ақша жоқ па, 100 мыңдай. Квартираның ақшасы кетір еді. Көреміз енді хабарын. Не дейсің? Ана жүріс болмайды, родной, бізге жұмыс тауып алу керек бар ғой. Үйде махан, паника, қарайған шаруа тапсырып, Меккеге апару керек, трендтегі заттарды алып беру керек. Ертек болып. Не істейміз енді? Темекінің тығай маханын кетірейін. Сен бір? Біледі ғой. Тәуірт қой. Жаңа мында сотсын ба? Қумбадым ғой, 2-3 күн болды жүрген. Біле ма не темеше етінді? Біледі ғой, құсы үйдің бәрі біледі. Болмайтын жүріс бізге бар ғой. Жұмысқа кеп кету керек. Ертек уже көше дейтінді қою керек. Құрсынше басы қатып кетті, жұмыста болайық өшім. Не істейміз? Жүкет қалай айналып кетейік кішкене. Сөйтеміз бе? Кішкене қалай айналып бас жасып кетпейміз ба? Сөйтейікші, кеттікші. Ертек болып кетті, қазір шығам. Ехала. Родной, мен шаршадым мен. Аяқты аталып, қарымды ашты, не істейміз де? Нема кәм, 2 минут болды шығып жүріп кетіп, шаршақ қалдың ба? Машинам ар жақтан жүріп келе жатыр, шаршадым мен. Жай жүрмеймін ғой мен. Аңғарай. Потолок, аяғың ауырды ма? Шаршадым. Шаршадың ба? Шаршадым. Білмеймін екен, не қалай. Дама? Нормально жүрші, Это гонконг. Пиші қоттар ойлаш, пиші қоттарды. Айда, жұрттың малы ғой. Былай алшы, жол. Нормально, Бірейдейші. Бірейдейші. Нормально. Ойлашы, мәшіне. Жағалас адам! Не істедің, Не істедің? Неге мен кінем? Сен ғой водитель, қуасың ба? Екеуміз. Айдамай-ақ қойық деп айттым ғой, айдамай-ақ қойық. Неге мен кінәлі ола берем ба? Сен кінәлі, сен қуасың мына пешеход қой, двордың ішінде. Не істеп жүрсің вообще? Мынаған кінә не прав қой, полигон. Қалай не прав, двордың іші ғой, жүруге болады. Үйі қайдан, үйіне барып жақпай ма? Қумаш, сотталасың. Неге сотта? Екеуміз сотталамыз. Сен де кетесің, ақ кетеміз. Мен пассажир, сен водительсің, водитель кетеді. Не істеймін мен енді? Білмеймін, қашу керек шығар. Әттеген-ай, шарадай басым шақшадай болды. Енді радарны. Қалай қашсам мен? Махан бар емес па? Махан хат жазуға, хат. Хат жазып кетем Маханға. Не істейміз екен енді? Мә, жаз. Жазып білмеймін. Айтып тұрам, жаз. Жаз, мама, кешір. Мен сен үмітіңді ақтамадым, мама. Сен менімен мақтанғың келеді, бірақ ол болмай жатыр, мама. Мен сені барынша күшчелерге апарғың келеді, но білмеймін, какой-то образы кәсекқа кіріп кете берем, мама. Маған дым уайымдама. Мен қашып бара жатырмын. Жылы киініп жүрмін, мама. Өзіңе қарап, дым уайымдама. Бұйырса бізде барлығы жақсы болады, мама. Мен сені жақсы көрем, дым уайымдама деп жаз. Үлгермей қалды. Мама дегенде нағы дейін еді.
малсың ғой, мал. Апарып бер енді соны, мен кетемін мен. Қайда кетіп баратсыңдар, родной? Енді қаш деген жоқсың ба? Қазір вокзалға барамын да кез келген пойызға мінемін да басам, давай, родной. Хатты апарып аман бер. болшы, Мына родной, скорый бір- шақыр, машинаны апарып таста, есіне түсіндің ғой да? Қалай болады Есіктерді екен? кілттеп, давай. Қуады екен оны. Так енді мынаны Маханға тапсырам, мынаны есіне тапсырам. Мынаны Құдайға тапсырам, құрсыншы. Бағыл апа. Сән білді апа. амансың ба? Не болды? Аман жаңағын болып тұр, төртеу сізге. Датым бар дегенде келді ғой, не болды? Нұртай, адам қақты, қашты. Адам қақты? Кетті, Кімді қақты? Білмеймін, біреуді қақты. Қашан? Жаңа, білмеймін. Кім болды қақты? Не? Жаяу қалай қағып жүр ол? Білмеймін, апа, қатысым жоқ, мен қатысым жоқ. Қай? Хат сақ кетті, хат. Хат. Мама депті ғой, тек болды. Білмеймін, апа, басқа адам жазған жоқ. Вокзалға барам да, любой пойызға мен қашам деді. Ойбай, иттің бол. Сен болдың ба қасында? Болдым, бірақ қатысым жоқ, апа. Сен осыдан бір балама бірдеңе болсын, сен соттатамын, түсіндің ба? Қатысым жоқ, апа, қатысым жоқ. Сен аты кім сенің? Жәмила атым. Жәмила? Иә. Балаға Жәмила дей ме не? Сондай болып қалды енді, апа. Қатысым жоқ. Мама депті мынау тек. Ой, иттің баласы ау.